adamım. Yazmışım. Yazmışsın. Ya, zeynetkермін. Nelerimizde yazdın? Niye ekemiyoruz abi? Ben rahatsız бастаппын 80'den Sizden aslan. ana neyimizde yazı var şu, kuvalikleriniz var mı? Jeki kuvalikleriniz. Var. Son var yazı var. Bana kızım. Hadi aytan. Bir koyar. Benim familiyam Makin Aslanbek Merkezdarova. 50 жылдан артық производство істеген адам. Жаңағы мастерден бастап генерал директорға дейін әке жоқ, қоқы жоқ, ешкім қолдаған жоқ. Еңбектің Ненің генеральный директор болдыңыз? заводтардың, сүт заводтардан бастадым. Одан кейін үйлер салдым, одан кейін ресторанный бизнесті де бәленше жерге апардым. Кейін жилой комплекс алдық. Содан Я. еңбектің адамымыз. 35 жыл генеральный директор болып істеген. Мыңдаған адамдарды басқарған. Бәленше үйлер салған, бәленше заводтарды аяғына көтерген. Білдіңіз бе? Онай келіп арқамнан қалып заводымды көріп, мақтап. Союзный министр келіп заводты көріп, мақтап. Слушайте, я влезал весь завод, завод махина. Алматының заводына 600 тонна сүт түсетін күніне. 1200 точкаға жеткізіп беру керек, переработка ету керек. Мыңдаған адам жұмыс істейді. Соның бәрін игеріп, знамядан знамя алып, мен переходящий к разнам ЦК Совета министров дейін алған азаматпыз. Ерболат, қарашы ана үйдің суретін. Содан енді келгенше жатымыз емалым сол басқасынан алайық. Енді творческий адам менде, жаңағыда Бәкең айтқан сияқты. Біз жанымыз қиналғаннан Бәкеңе барып, Бәкеңді де көмекке шақырып енді үш жақтап жатырмыз. Мен журналист. Мен жаңағы міне кітаптары. Кейін шыққан кітабым. Ең соңғы 5-ші кітабым. Соңғы кітап, иә? Жоқ, соңғы емес әлі бар, тағы да бір шығайды. Осы бойынша сіз қабылдады ма? Президент қабылдады ма? Мен Кемел Талымшы зерттеу. Бірінші Кемел ағаның аманат деген кітапты жазған кезде қабылдаған. Мынаны бердік, осыдан бір 2 ай болды, әлі қазір қабылдаған жоқ. Бірақ сол кісіде жатыр. Бұнда таза мені біз Кемел ағамыз 500-ге жуық мақала жазған. Кемел ағамыз любой академиктер, любой жазушылар ондай кітап жазып жүріп, мақала жазған адам жоқ. 500-ге жуық. 500-ге жуық. Соның ішінде қазіргі бізді көтеріп атқан мәселе емес, көтеріп атқан мәселелер 60-шы жылдағы экология мәселесі айтқан кісі. Міне бұл жерде бар бір мақаласында есімде жоқ. Екінші мәселе, қазақтың тілі шұбарланбасын деген. Тілі? Қазақтың тілі 50-ші жылдар мен 60-ші жылдар сондай айтылған. Қазақтың тілі шұбарланбау керек. Үшіншісі, қазақтарда құлт деген болмаушы. Қазір құлт пайда бола бастады. Неге деді? Өйткені анау Россиядан аннан қашқан, мынан қашқан, түрмеден шыққандардың бәрі бізде Қазақстанға келіп жатыр. Есігін томармен жауып кететін қазақ енді құлт деген үйренді. Үшіншісі, мына экология туралы. Соның оқысын тағы бір сөзі бар. Парақорлар мен жемқорлар, қылмыскерлер олар соттау керек дейді. Осының бәрі сол кісінің өзінің жазған мақалаларында бәрі осында жинақталған. Бұл жерде бір 100-ден аса ғана бар. Әлі тағы да жинақтап шығарайық дейді. Ал енді осының бәрін мына кітапта оқу программасына мен енгіздім. Жоба жетекшісімін, автордың біреусімін. Қазір Алматы облысының мектептерінде оқытып отырмыз. Осында? Қазір мен хрестоматиясын жазып отырмын. Қазір мен мына академияға кіремін, ана кімге ояғын сайын. Қазір үлкен хрестоматиясын жазып отырмын. Өйткені мен сіздерге айтайын отырмын. Мен қаншама жыл болды осы күн зерттеп жүріп, қазақта детектив жанрында жазған ешкім жоқ. Бекшина жеткен, Бауыржан Момышұлы атамыз айтқан, Кемел Тоқаев детектив жанрының атасы Қасым Қайсенов көркем сөздің шебері деген.
Мен 6 мемлекетке барып келдім былтыр, 100-ге толды ол кісі. Қырғызстан, Азербайжан, Турция, Өзбекстан бәрі. Бәріне сұрадым, сіздерде детектив жанрда адам бар ма? Жоқ. Түркі әлемінің детектив жанрының гароз екенін мен дәлелдеймін. Айтып берейін. Siz özünüz tanıştırınız. Iya, sonra Мен ана үкіметтің бөлім басшысының меңгерушісінің орынбасарымын. Дұрыс, жақсы. Азаматтарды қабылдау. көп болды ма ол қызмет істегенімізде? Үкіметте көп болды? Көп Оны болды. сұрап жатқан себебім ренжімеңіз, өйткені біз де ойлаймыз осы Сатпаев Рүстем Рахметқали. Жақсы, рахмет. Иә. Мен жаңа айттым ғой. Содан жаңа мынау соңғы мен салған менің үйім. Баламыз екеуміз. Жилой Асқарбек өз атымнан қойдым мынаны. Мына қайда салдыңыз? Алматыда Форумның Қажымұқан. пен Достықтың ортасында Қажымұқан көшесінде тұр. Неге ұқсайды екен? Бізде мына жерде мынандай базис салған не бар үй? Олар бізден көшіріп алды. Базиспен біз қатар үй салдық. Базис мына салды ғой? Вот мынаны осыны Ұрлап алды. Ұрлап алып жатыр. Ұрлап алды. Проект, менің проекттерім қазір айтамын. Мына тура сол деп айтамын. Вот. Ұқсайды, ол венецианский квартал ба? Сол бізден ұрлап алды. Бірінші мынаны салған біз, оны салғанымыз 17-ші жыл кетті. Осының артында 17 жыл жүрмін. Қазір нені бітіріп алайын, оны айтамын. Міне үйлер салған, бәлеші заводта аяғына қойған. Қайсы мекемеде істемесем номер 1 болған адаммын. Одан кейін жаңағы новостное объединениені бүкіл Советский Союз бойынша номер 1 болып, содан кейін переходящий классында ЦК КПСС Совета министров СССР сессийно дос почета ВДНХ СССР дегенді алып, содан қонайып келіп, заводты көрдім, шек көрсет заводын деп арқамнан қағып. Содан кейін қандай көмек керек деп біз айттық, ақша бөлсеңіздер, мына жұмысшыларға үй салайық. Ашимов қайтты, Бакин Ашимовичқа представление. Оның адамы жазып алды да, бір 10-15 минут күнде ақша келді. Ол қалай мәселені шешу керек. 1,5 жылда 2-5 этажный үйме бір жесті салып тастады. Мен қалай істеу керек? Мынандай үйді 1,5 жылда салдық біз. Білдіңіз бе? Сондықтан сол еңбектің адамымыз. Жаңағы өзіңіз айтқандай, міне бір күні 2 октябрь күні Қасым-Жомарт Кемелұлының әкесінің асы болды. Талдықорған Үштөбеде. Сол асқа барып қатысып Мерболат екеуміз. Алған әсерімді мынандай өлең жаздым ғой. Содан кейін жаңағы Қасым-Жомарт Кемелұлына бердім, жіберіп едім, ол кісіге жетіп, ол кісінің мынандай ответ жазғанын оқыдым. Қандай міне ол кісі соған маған осы хат жазуға уақыт тауып жүр. Ал мына төмендегілер ештеңені бағаламайды. 17 жыл екі мәселеменен жүр. Аты екеуінде жырдай айтып берейін. Ал сонда қалай жаңа государство жасаймыз? Жаңа мемлекетті қалай жасаймыз? Халық әртістері, жасөспірімдер, алматында, халық туралы бар қол қойған әдебиетпен президент өткіздім. Мен 2 тілде өлең жазатын ақынмын. Жаңа производстводан бастап басқа жаңа 2 тілде 15 кітап жаздым, 3 кітабын тағы дайын тұр, 18 кітап жаздым. Мына жаңағы енді қазір одан басқа мынау ауаның ластын көремді, сосын ойлаймын. Мен бәленше заводтар салдым, бәленше жаңалық ендірдім өмірімде. Неужели осыны ештеңе болмайды деп 18 түрлі құрал ойлап таптым соны. Ауаны тазалайтын. 10 түрлі патентім бар, мына патенттер, соның патенттері көрсетем қазір. Сонан, енді 17 жыл соның атында жүрмін. Мынандай өлең жаздым, қара сөзбен айта шаршады мына біздің балбестерге. Оларға басқа сөз жоқ оларға. Ол это бер жағған, самое ласкательное слово балбес деуге болады. Міне, что делать? Все мы дышим газом едким, разновидной смесью редкой. Густой навис над нами, не помогут нам таблетки. Не щадит природа нас, откроем нос, прищурим глаз, во все щели лезет смог этот едкий дым и газ. Город Дарья весь пропал, смог у людях на устах,
В туманном дыме мы живем, слезы вгали на глаза. Знаю я борьбу со смогом, не держу в секрете строгом. Год 12 хожу, судите сами, мало или много. Ставлю я вопрос глобальный, не обыденный, локальный. Считаю неразумным проблему прятать в угол дальний. Мы до сайт подох передумано. Вот. Енді сонан жаңағы барлық жерде рұқсатымыз бар. Барлық жерде жаңағы одобрение бар. Мынаның барлығы сол жаңағы содан шыққан документтер міне. Мынау патенті бар, суреті бар, жаңағы оборудованияның түрлері бар міне. Осы ойлап тапқан оборудованияның міне. 18 түрі бар. Енді осының барлығын біз енді уже дайын тұрған дүниені внедрять етейік десек, 5 министр экология ауысты. Бірінен өткен. Менің проектімді ұрлап алып, осы Алматыдағы бір қулар сатып жіберіп сол жаққа. Мынау уже 2-3 Лондонның ортасында тұр. Мынау скамейка. А мен уже 17 жыл бұның бәрін ойлап тапқаным бар. Біздің скамейкада менікі, юртада бар жаңағы менде. Аға, негізгі мәселе экология. Екі мәселе қоямыз қазір. Біреу экология, біреу үй. Біреу Үй туралы мәселе. Үй туралы жырымыз бар. Соған енді кішкене шыдамымыз болса бір 5-10 минутта бітіремін. Бізде де өзімізде уақыт жоқ. Оларда титықтатып біттерді бізде. Содан жаңағы міне Алматинская областной акимат ойынауымыз керемет екен, біз жаңағы жер бөлеміз сізге. Спонсор іздейміз деп жазып жатыр ғой. Кімге мен? Бұта жерге бердім. Инвестор табамыз деп қой. Инвестор табамыз деп. Бұл енді 20-шы жыл жатты. Осылмайды ғой, ешкім 20-шы жылы октябрь. жоқ болып кетеді одан кейін. Жазылса жазады да кейін, ал не болып жатыр деймін. Анауында отыр жоқ болып кетеді, отыр трубканы алмай қояды. Енді мәселе былай ғой. Бола ма ақсақал? Мен айтып Иә, спонсорсыз ақ өзіміз бастап кеттік қой оны. Енді былай, есің кім дедің бауырым? Рыскел. Рыскелді. Так, сатпайды қой. Талғарға келді. Ауданға ырыс келді деп жазған менің бір мақалам бар еді. Онда істедім. Ырыс алып келгесін білеміз. мен бір документті көрсете салайын қысқаша, осы кетсеңіз мына министр экологияның жазғаны. Барлығы да біледі. Білдіңіз ба? Зағалиев. Экология кезінде. Анау мына жеріңізді оқысаңыз сразу ақ мен астын сызып қойдым. Если как уполномоченный орган в области охраны окружающей среды поддерживает привлечение выделения на территории Казахстана вашего проекта, направленного на решение вопросов снижения загрязнения атмосферы воздуха и улучшения качества окружающей среды. В случае согласия. Тікелей эфирге түсіп жатыр ма? Бұл министр кезінде жазды. Иә, соны мен оған айттым ғой. Енді президентке кіріп айтайық та, мынау глобальный проект. Президент білу керек қой, бұл наңғарамыз, бұл әлемді тазалау керек. Алматыны жалғыз тазалай алмайсың. Допустим, Алматыны тазаладыңыз ғой, Бішкектен келеді, Индиядан келеді, Қытайдан келеді. Алматы тазалау енді. Жақында көрсетті біреу, снимать етіп үстінде. Соны қалай тазалауын мен білемін. 17 түрлі оборудование бар менде. Анау тесттен шығып жатқан тұрба бар, оның ені 6 метр. Енді мынау үкіметтен мен сізге айтайын қысқаша. Соның қалай тазалау мәселесін президент тапсырмасымен, мынау үлкен тецтер бар ғой, 2 тец. Соны 26 жылы аяғына дейін 2 тесті газға айландырады. Газға переводит. Енді сіз тыңдаңыз. Республикада 2 тест емес, 99 тест бар. Жоқ, Алматыны айтып тұрмын. О тестті жасадыңыз, допустим. Мен вопрос ставлю, глобальный деп тұрғаным, сіз соған не хотетіңіз? Жаңа ол 2 тестті газға көшірсін.
Onun problemi şişilmeydi. Шешілмейді ғой. Өйткені күніне 1 миллиондай машина жүреді. Вот. Одан кейін самогон, бәрін тазаласын. Ол жаңағы мынандайғысын Бишкектен 2 сағаттан кейін толтырып тастайды. Бишкектен шығып жатыр. Ал сондықтан бүкіл мен глобально ставлю вопрос. Планета задыхается, планету надо спасать. Ледники тают. Таудың төбесіндегі мұздардың бәрі еріп кетіп жатыр. Почему? Лед имел раньше свойство отражения. Өзін-өзі спасал. Алла Тағала қарамайсыз қалай жаратқан. Күн түсіп тұр, мұз еріп тұр. Потому что ана сәулесімен өзін-өзі отражать етіп күнді қабылдамайтын болады. Қазір смог басып қалды оны. Одеяло жапқан сияқты. Все, он не отражает тепло, солнечные лучи падают, он лед принимает солнечные лучи уже. Одан кейін жаңағы мұздың бәрі еріп кетіп жатыр. Қазір енді экологтар ойбай енді өзендегі су азайып қалды, су еріп кетіп жатыр. Ал ледниктер уже тает, всемирный поток болады. Бүкіл вся планета задыхается. Ал жаңағы мына тесттен шыққан түтін, басқа түтін барлығы барады жаңбырмен бидайға түседі, бидайды оны жасаймыз, жейміз, ауру боламыз, шөпке түседі, оны шөпті мал жейді, малды біз жейміз, рак, бәлеш ауру болды, малды сатула ауру. Ал соның бәрінен спасать ету үшін всю планету надо спасать. Сол жаңа мен президентке жазған хаттарда соның барлығы бар. Мен жаңа жазамын. Иә. Мынау жолдауыңыз бар екен, Мына жолдау мінекей, мына қазір 1 минутқа Иә, кезекті айта беріңіз. Сізде мен де осы жарыс қазір айтылмай үлгермей қаламыз. Иә. Конкретно айтайық. Сіздер былай екен ғой. Сіздер қазір мына жердегі кестені көрсетіп отыр маған график бойынша. Бүгін министр экология Нысанбаев қабылдайды. Соның барасында. Ол соған келейін деп отырмыз. Енді 1 минутқа маған болады ма? Болады. Өйткені енді ана жаңағы енді ол теория, оның бәрі бұл кісілер де біледі, біз де білеміз бәрі. Бұл кісінің бір сұрағына жауап бере салайыншы. Бір сұрағына. Сіздің аға, мына алдындағы мына министр қолдайым депті, мына әкімнің қолдайым деген... Көп ондай бар. Қараңыз, соның бәріне сіз жақсылап қазір Нысанбаевқа барғанда да мына бізге Смайыловтың атына, үкіметтің бастығының кішкене обращение жазу керек. Сол мына екеуінің копиясын алып, анадан қосып өткізіңіз. Сонда бұл бүгін қағазымыз бізге келеді, үкіметке. Сол жақтан біз бастықтарды көрсетеміз. Бастықтар соның барлығын, мына уже дайын ғой, мынаны қосыңыз, мына екеуін қосыңыз. Мына министрлікі ме, жаңа әкімдікі. Әкімдікі, Алматы облысының әкімдікі. Мынада Жырымызды айтып жатырмыз. қараңыз, мына жерде жүзге тарта Алматы қаласы, Алматы облысының мына нелері қол қойған. Народнилары, заслуженныйлары, жазушылары, енді мен Президенттің атына тапсырдыңыз, да? Иә, тапсырды. Мынаны қоса көреді мыналарды, астына. Ол бар, біз алдында мен тапсырған. Енді бұл жерде ең басты мәселе біздікі насихаттау емес, біз насихаттаудан өсіп кеткенбіз, жаңа айтып отырған. Бізде бүгінгі күні 200 осындай жаңа ауа тазалатқыш тұр. Біз уже үкіметтен ақша күтпей, үкіметтен ақша сұрамай өзіміз жасап жатырмыз. Алматыда тұр. Енді соны мысалы жаңа дұрыс айтып отырсыз, оны біз күнде естіп жатырмыз. Газға қосылады, котельный мәселе ол емес, ол алаңы. Ал енді сіз өзіңіз Талғар ауданында отырсыз ба, білесіз ғой. Талғар ауданында қаншама ана жер қазылып жатыр. Қаншама шаң кетіп жатыр. Талғар ауданындағы анау 5-ші этажда білесіз ғой, көмірмен от жағатын буржуйкамен. Соның бәрін мен білем. ауыстырдық. Білем, оны мен 3 жылға не жасап, бәрін не қойып, қазір бәрін ауыстырды ғой. Талғар ауданына Менен келген аға бәрі сол 3 жылдық программамен біледі. отырып, бәрін ауыстырды. Мен келген сайын өзіңіздің қажеттілігіңізді білмеймін. Газетке мақала жазып, Талғар ауданына Рыскелді келді. Рыскелдімен қоса, Рыскелді деп мен Балқаш ауданының мақанасының жігітімін. Туып өскен жерім. Алыс болмадым жоқ. Мен алыс емеспін, бірақ оны айтайын деп отырған жоқпын. Ал енді
Ең бастысы, қазір бүгінгі күні біз осы 16-сының барлығын енгізу керек деп отырған жоқпыз. Қазір мына министрге де айтамын. Айналайын-ай, сен де біз сияқты кабинетіңде отырсың, кабинетің таза, бірақ сен де далаға шығасың ғой осы ауамен демаласың ғой. Сенің балаң да осы ауамен демалады. Сен де өзіңді немерелерің де демалады. Дұрыс айтасыз. Бәріміз осы ауамен. Неге сен экология министрі қылып сені қойды? Осы сенің жұмысың ғой. Ал ертең ана жаққа барғанда болашаққа не қалдырып береді? Бірақ та сен айтайын мен қазір. Анау Көлсайдағы алдыңғы жылы ма қай жылы тау қозғалды ғой. Тау аяғымен жүріп келді ғой. Мен әдейі бардым. Ол ары қарай құлап кеткен жоқ. Тура жолдың үстіне келді де тоқтады. Тоқтады да айтты, ей адамзат сендер не істеп жатсыңдар деді. Міне. Ал енді жаңағы кітапты мен сізге көрсеттім, оның ішінде Кемел ағамыздың 60-шы жылдары жазған экология туралы сөздері бар. Мақалаларында жазған экологияның қазақ тілін шұбарлап көтерген, аяғынан бері көтеріп келе жатыр. Ал енді біз бүгінгі күні бірақ мәселе бізде, қазір бірақ мәселе айтамыз. Осыны бізді қолдап, ана облыста экология департаменттері бар. Облысты әкіміне, аудан әкімдеріне кәдімгідей мынандай мына отписка жүрген. Кешеде бір хат келді мына кісіге жаңағы отырып, консультациядан біз өтіп кеткенбіз. Міне, дұрыс. Осыны қолданайық, болды. Аға, дұрыс. Мына Енді бітірейін енді. Мына жаңа аналог деген институттың заключениесі. Мынаның бәрі жаңа переписка жаңағы сияқты. Мынау жаңа патенттің бәрі документ былай. Ал енді бір аферист жаңағы еврейчик. Мен фондда оқыды да болған, бәр жерде болған. Ол жаңағы бар $1 миллион добился. Біздің проект ұрлап алып, қойып автобус алдында астына. Оны ұстап алдық. Ол айтады, ақшаны өздері бөліп алып, маған бірдеме ғана берді. Міне, көрдім, ақша табылып қалды, $1 миллион бере салған. Ал біз қанша сұрап жүрміз, қанша? Енді сіздікі аға. Ешқандай қол үшін сіздікі жаңағы мен айтар едім, Қазақстанның барлығы, мынау жалпы айтқанда, мынау дүниежүзілік халықаралық программалар бар ғой. Мынау 50-ші жылға дейін жаңағы біз неден айырылуымыз керек. Возобновляемый электроэнергия қолдануымыз керек, соны өтуіміз керек. Біздің президент айтты, біздікі 60-ші жылға дейін соған полностью өтуіміз керек. Мен бітірейін. Енді біз жаңағы айттық қой не істеп жатқанымызды. Ал енді не істеу керек екенін айтайық, тоқтайық. Мына министрдің өзінде уже 5 министрде болды, енді мына кісінің өзінде 4 рет болдық уже. Біз айтып, иә, ешқандай ойында өкіл замдарын шақырып алып, сөйлесті, одан онлайнмен сөйлесті, мен айттым, ереке мына бұл жаңымыздағылардың барын түк шешпейді. Түк сезбейді вообще не нәрсе екенін. Мына берген жауабын қарасаңызшы. Біз олардан жаңа, міне, дана рекомендация қарап шығырыз мен. Соны жиналыстан кейін результат берген кеңесі. Бізге кеңестің керек жоқ. Бізде бәрі дайын тұр. Енді қалай іске асыруын айтайық болды. Связаться с заявителем деп жазыпты. Жоқ. Бұнда біздікі емес. Міне біз Макинге айтқан сөз, последний сөз. Міне Макинге деп тұр. Соны ғана оқыңыз. Ана басқа ол бүкіл Макинге деген бар ма? Иә, Макинмен. Я у нас. Соны ғана оқыңыз аяқ жағын. Дам разъяснение в рамках законодательства Республики Казахстан. Олардың бәрі жазамыз. Разъяснение. Бізге разъяснение керек, бізге все понятно. Енді бұлай. Сізді бітіруім жоқ. Қалай ойын іске асыратынымызды айтайық та енді. Біз ұсынысты айтып тұрмыз. Мен Бәкірім айтып тұр, оборудование дайын тұр. Оборудование біз қояйық. Ол үшін акиматтарға тапсырма беру үкіметтің атынан. Сол мынаны олар бізден оны сатып алу керек. Например, қазір акиматтар біз ондары зерттеп алдық. Мусоровозды, мусорный ящикті, бүкіл инвентарды жаңағы мусор жинайтын үйткен соның бәрі акимат өзі сатып алып, өз қояды екен. Сол сияқты біздің жасаған оборудование жолы тоқа үкіметке керек. Частный магазинге апарып сатуға болмайды.
Biz so'ni dayandap beremiz de жаңағы акиматқа тапсырамыз. Сол ЖКХ-сына тапсырады да, biz допустим несін дислокациясын береміз. Ана жерге қойыңыздар, мына жерге қойыңыздар. Соны олар өздері қою керек одан кейін. Ал енді соны бізден сатып алу керек үкімет. Содан кейін бұның бірінші оздоровление населения президентке жаздым. Екінші миллиардная прибыль. Бұны бүкіл ана кондиционерді көрмейсіз, біреу придумал, бүкіл әлемге сатады кондиционердің пайдасынан зияны көп. А мына пайдалы нәрсе бүкіл әлемге миллиардная прибыль, десятки тысяч рабочих мест. Президент қақсап айтады ғой, давай рабочие места. Міне десятки тысяч рабочих мест. Ал мен бір-екі айтайын. Енді айта беріңіз. Бәрін оны қазір министрге кіріп айтасыз ғой. Бірақ сіздің мынау жаңағы жақсы бастамаларыңыз бар екен. Жаңағы мусорларды шығару ол мәселе былай заң бар. Мынау госзак dedi. Сол бойынша заң бойынша ол жерде комиссия былай тендер өткізеді. Сіз бар, мына кісі бар, мен бар, мына кісі бар, барлығы сол қатысады, сондай сатып алатын бар. Ал бірақ ана экология мәселесі бойынша, экология бірінші бізде Алматыда қойып тұрған. Соған мына немізді жібереміз. Пилотный проект қылып сол пилот проект сондағы көру керек, бірінші көру керек мәселе. Біз міне бәкен бәріміз ақылдасып Ал ана мусор шығару ана мына ол мусор шығару деген жоқ. Жоқ, оны мысалға келтіріп отыр, мысалға. Мусор шығару деп тұрған жоқ, сіз дұрыс түсінбей жатырсыз. жоқ, сіз ана айтып отырсыз ғой, ана жерге орналастыру керек. Түсінген жоқ. Бітірейін мен. Мусоровоздарды акимат сатып алады деп тұрмын. Мусоровозды өз ақшасына сатып алады. Сол сияқты біздің оборудованияны акимат сатып алу керек. Оны мен сізге айтайын. Оны мына Алматыда мен сізге айтайын. Жылдан жылға қиын болып бара жатыр. Неге десеңіз, қазір Алматыда 1200 еді, қазір 1.200.000, қазір 2.200.000 болды қазір. Не халқының саны. Содан бастап күннен күнге машинаның саны өсіп жатыр. Сол машинаның саны айтады, ол 70%-дің сол загрязнение солардан келіп жатыр да. Қазір мына үкіметіміз электромобильдерге без пошлин, без налогов кіргізуде мына Қытайда қаптап жатыр, көрдіңіз бе машиналар? Сондай болғанда Алматының несі экологиясы тапсырады. Ал бірақ сіздің жаңағы мына мәселеңіз бойынша мен айтарым, Алматы қаласы ең заинтересованный кім? Ол Алматы қаласы. Сол Алматы қаласы жаңағыдай алып, қарап, пилотный проект жасап, көру керек. Пилотный проект былай берді. Жалғыз Алматы емес. Алматы, Теміртау, Қарағанды, Ақтөбе, вся республика. И одан кейін вся планета. Сондықтан біз бұны жаңағы азын-аулақ шыққан ақшаны бүкіл әлемге сатып, бәленше оның артығымен қайтарып аламыз. Бүкіл әлемге сатып. Бүкіл әлемге қайтеміз. Былай. Мына қазіргі мына ойлап табылған ауа тазалатқышты мына мусоровоздар бар ғой, солардың кабинасына қоюға болады. Сосын бізде Совет акиматтың алдына өзіміздің кезімізде скамейка қойдық. Сізде анау оборудованиеңіз жаңағы үлкен оборудование. Оның функциясы қандай ана функциясы? Ауа, айтшы. Келе жатқан ауаның бәрін ұстап алады, іші толы фильтр оның бәрін. Фильтр? Иә, міне. Фильтрация жасайды? Да, міне. Бактерияларға қабылдап өтіреді. Мынау тұр, допустим, мұның ішіне екі кассета кіреді, мынандай, міне. Мына фильтр бар. Мынау жолдың жағасында тұрады. Соны жаңағы бәрі эксперименттен өткізілген. Мынау осы оборудованиеңіз қанша куб өңдейді ауаны? Оның кубометрмен, оны кейін біткенде ғана мынаның өзінің несі бар. Әрқайсысында жаңағы төбесіне қойып қоятын аты не еді кім? Датчик. Датчик бар, ол бәрін санап беріп тұрады, сол уақытта бәрін айтамыз. Да, оны бәрін учитываться. Бұл анау транспорт бекеттерге қойылады. Да, өзіміздің лабораториямыз болады. Мен мынандай тұрмын, қарап алыңыз, міне. Осының бәрін испытанияден өткізгенмін. Мынаны машинаның маңдайшасына қойғанмын. Иә, мына машинаның маңдайшасына қойғанмын. Мынаны газельге қойып испытанияден өткіздік. Осының бәрін Қытайдан заказ берген. Рекламный щиттерге қойып. Міне мына машинаның үш түрлісі бар. Мынандай. Оның мусоровоз ұстап күні бойы мынандай машина
Жоқ, оны көшелерге қою керек қой мен. Мыналар көшеге. А мынау қалада бәрі біздің 15-20-50 машина осылай жүріп отыру керек тазалап күні бойы. Мусор жинаған сияқты мынау ауаны тазалап жүру. Көшемен жүріп. 18 түрлісін ойлап таптым ғой. Даже мына пештің өзін. Патентіңіз бар ма? Қане 10 патентім бар. Жаңа сылтап тұрғаныңыз бәрі патент. Астананы пештеп құрып жатыр. Пештен түтінін ұстауды. Тесттің түтінін методикамен аспаннан жерге түсіріп, аспанға шығармай құртатын технология придумать еттім. Мынандай түрі бар мына. Сондықтан мына тесттің несі, жаңағы тесттің тұрбасын жібермейміз астана. Жерден ұстап аламыз. Осы бәрін өстіп шайнап айтып беріп келе жатыр, оның проект разворовал айтты. Мынаны Россия ұрлап алды деп жатыр. Аға, бұның бәрі қазір сіз жаңағы мынау жазыпсыз ғой, осыны қалдырамыз бізге. Соңғы жаңағы министрліктің қабылдауы болсын министрлік жаздыңыз ғой мынаны. Жоқ, олар шешпей жатыр, көрдіңіз ғой. Мына президентке жазыпсыз, Смайыловтың атына жазып olur ма? Жоқ, бұнда жоқ. Мынау жаңағы Алматы деп отырмыз. Мен жазып отырмыз, Алматы облысында анау еңбек ауданы сондай қарға түсіп отыр. Талғар ауданы қазылып жатыр. Күніне Талғар ауданынан Талғар қаласынан 30 машина шығатын жауыздар. Полигон үлкен білесіз. Ар жағында Қаскелең ауданы бар. Осы жерде соны дифференциал ретінде енді уже баяғыда уже кіру керек, енді сендер сенбесеңдер. Бұл проблема бар аға. Мен жақсы білемін. Сондықтан да бізге конкретно қазір осыны кіргізіп, үкімет тапсырма беру керек мына министрге. Министр өздерінің экологтарына тапсырма. Министр мен әкімдерге береміз. Иә, міне. Болды, одан басқа қазір. Мен оны білемін ғой, ана карьерлерге барып закап алады. Соны келіп аталып қойып келіп, біз ана не салып жатырмыз деп ана. Кім білесіз ғой, Иледа әкім болған. Кім ғой? Логос. Сол, міне саламыз, перерабатывающий, мусор перерабатывающий, міне жүрген қанша қай уақыт. Ол бәленше ақшаны алды да өзі қазір білмеймін қайда жүргенін. Салам деп. Салам деп, бірақ мен барып қарадым ана. Барсам неге закап қойды. Сол көтерді кәдімгі. Мен кетіп қалдым оны. Міне білесіз отыр. Экология, дистрибуция кетіп отыр. Сондықтан сәрсенбінің сатты күннің өзін қабылдап жатқанына қуаныштымын. Мен бағанасының күшігімін. Күшік деген таныс па? Таныс. Мынандай жаман қазірін $1 миллион оған бере сала жаңағы біреуі. Тура осындай жаңағы қазір Нысанбаевты енді Алматыны жақсы біледі ғой. Нысанбаев. Мынада қағазды тапсырып сіздерге осыны қабылдағанда тапсырмас керек. Нысанбаев құзыретті орган. Құзыретті орган Нысанбаев. Мына қағазыңыз бар ғой? Олар айтады, жоқ, біз просто ашимды жоқ. Сөйлейік. Құзыретті орган ғой олар. Ол бірақ сіздің өзіңізді мен айтамын солар. Рекомендация жасайды олар. Рекомендация. Ол құзыретті орган. Ол әкімдерге рекомендация жасайды. Мынаны бүйтейік, мынаны қабылдайық, мынаны көрейік, пилоттың проект жасап көрейік. Қаншасын сондай ұсыныстармен шығады. Бірақ ол өздерінде жасай алмайды олар. Министерство өздеріне. Ол әкімдерге мынандай бізде. Тура соны айтып қаншадық қой, ол хаттың өзіне біз неше 10-да жібереміз, 24 14 күн болды, әлі мен атай жүрмін. Бізге ақша сұрап отырған жоқ, біз мынаны енгізіп өз ақшамызды өзіміз арғай біз одан басқа егесің. Сатып алсын сосын дайын дүниені. Жақсы, түсінген, мыналарыңыз қалдырыңыздар. Бізге қалдыр, президенттің атына жазып қалдырыпсыз. Қараңыз. Енді Смайыловтың атына жазып тағы біреу қалдырыпсыз. Мына жаңа екі рекомендация бар. Осы дайын дүниені қыздарына шапкасын өзгерте салмаймын. Азыр айтыңыз, тапсырма беріп, жаңағы шапкасын өзгертіңізді. Шапкасын өзгертсін. Сөйлей беріңіз тапсырма, дайын дүние. Сол андағы ісімізге сәттілік тілеймін. Сапарбекеңді білесің ғой Сапарды? Енді